Туй, апа тамағымды іше берейінші. Шыдасаңшы енді. Әкеңде келетін уақыты болды ғой. Ярман бізде отырмыз ғой. Тұра тұрсаңшы, негізі мен сияқты ерте тұрсаң, қарның тоқ болатын деді. Айдына, сен сөйлемеш, сен сөйлесең қарным ашады. О, әкем келді. О, әке, бізді мақтап жүреді екенсіз. Тамақ дайын болғанда келдіңіз ғой. Сендерді мақтамағанда кімді мақтаймын мен? Жүріңіз, тез тамақ дайын болып ішейік. Қазір қол шайып алайық. Тамақ ішіп болғаннан кейін шай асып жүріңізші. Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл-гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұрамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұрамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Ой, сендер шынымен мен күтіп отырсыңдар ма? Апам ғой, сіз келгеннен кейін жейміз, сіз келгеннен кейін жейміз. Ой, жей бермейсіңдер ма? Ас болсын. Ой, не үндемейсіңдер? Сабақтарың қалай? Не жаңалық бар? Сабақ жақсы? Жақсы сабақ. Айтпақшы. Осы үйдің иесі Қарлығаш апай келіп кеткен? Ой, не қылып жүр? Ақшасын бермеп пе еді? Жоқ, ол ақшасы емес. Ана біз жататын бөлмедегі шифонердің артында бір әйнектері тұр екен, соны алып кетті. Сіздердің әңгімелеріңіз маған дым қызық емес. Менде екі жаңалық бар, бірінші жақсы, екінші жаман. Қайсынан бастайын? Қайсынан бастаған келді, сонысынан бастай берсеш. Бүгін бірінші сабақтан кешіп қалдым. Мен үшін жақсы жаңалық сол болып тұр. Кешіккен несі? Сен ерте шығып едің ғой. Автобуста ұйықтап қалдым. Жақсы жаңалың осындай болса, жаман жаңалың қандай сенің? Енді әр нәрседе сабырлы болу керек дейді. Телефонымды ұрлатып алдым. Не дейді? О, маубас. Сол аузыңды ашып, жүр ел жұртқа жем болып. Ой, бұл алғанына қанша болды Екі енді? ай болды ғой. Дымшақ келмейді бұған. Енді 2 ай телефонсыз жүрсін. Жүрсін. Ал мен мына телефон ұстап жүргеніме 1,5 жыл болды. Әлі ұстап жүрмін. Сенкіде жоғалып қалсын. Менің телефоныма қанша жыл болғанын білесіңдер ме? 8 жыл болды. Отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Құрғыр жоғалып та қалмайды екен өзі. Әкең маған бір телефон алып беріңіз, 100-200 мыңдық емес, 50 мыңдық жетеді. Телефон саған емес, бірінші ана апаңа керек. Оған қазір енді ақша жоқ қой онда. Дұрыс па қыланда? Қызым саған айтам, келінім сен тыңда дейсіз ғой әке. Енді қызым басқа амал болмай тұр ғой енді. Мен қалай жүремін телефонсыз? Жүр солай автобуста ұйықтап, сабағыңнан қалып, телефонды ұрлатып, қалай жүрім дейді ғой. Қойыңдар. Ей, қайтет? Не істеп отырсың Айдына? Кір жуып отырмын. Өтірік айтпашы, кітап оқып отырсың ғой. Енді көріп тұрсың ғой. Бере тұршы телефон. Жоқ, болмайды. Өзім парақшама кіремін де шығамын, беш. Телефон. Арман біреудің телефон ұстауға болмайды. Бар, Не болып ойнашы. телефоныңа жылау? Бер. Бермеймін. Бермейсің, бермей-ақ қой.
Апа, Айдана айтыңызшы, телефонын бермей жатыр. Айдана, берей Арманға. Бұл бермейді телефонын бәрі. Ен маған не қыл дейсің? Мә, менің телефонымды алсашы. Ой, апа, сізде ғаламтор жоқ қой, мен Инстаграмға кіруім керек қой. Арман, мазамды алмашы, а? Не қылып жүрсің үйде? Баршы талаға. Алло, Жанатбек аға? Жоқ, мен ғой, Арман ғой. Қалайсыздар, жақсы? Дәл қазір үйге келіңіздер. Апам мант істеп қонаққа шақырып отыр. Иә, дәл қазір. Енді астан үлкен емессіз ғой? Жеңген екеуміз дәл қазір келе беріңіздер. Жолдан апам айтады, нан ала салсын дейді. Маған балмұздақ керек емес. Жарайды. Жанатбек аға, қалайсыз? Қалай бауырым? О, жеңге. Қалайсыздар? Жақсы. Ма, Аға, телефоныңызды бере тұрыңызшы. Маңыз. еді. Жүр кірейік. О, қайындар не қыпты ғой. Қалыңыз қалай? Қалайсыңдар деймін? Айдына? Жанатбек аға мен Дина жеңге келді. Шын ба? Иә. Есік жауып кете салшы. Өткенде ана Смағұл деген ауылдағы. Білесің ба? Сені іздеп еді, хабарластың ба? Хабарластым. Дина жеңге қалдарыңыз қалай? Айдана. Рахмет болсын қалай. Қарындасым, қалың қалай? Жақсы. Айтпақшы, мен ағам қайда? Ағаң қайда болушы еді? Қалада таксилетіп жүр. А, Өздерің жай жүрсіңдер ма? жай жүргендес. Өздеріңіз шақырдыңыздар емес пе? Ха? Тамаққа деп шақырдыңыздар ғой. Кім құдай-ау? Арман хабарласты бағана. Арман, Иә, Дина жеңге екеуіңіз келіңіздер, тамаққа шақырып жатыр деді. Арман хабарласып жүр ма қонаққа Иә. шақырып? Ондай әңгіме болған жоқ негізі. Онда Арман бізді сағынған шығар. Екен ғой Өткен шығар, иә. Ай, Арман. Ол сіздерде емес, мына Жанатбек ағам телефон сағынған ғой. Бәсе, бағана кіре салған кезде байқадың ба? Ай, ана баланың есі дұрыс емес, телефон үшін өтірік алдап қонаққа шақыруға бола ма бар ғой? Жарайды, Жанатбек, онда біз жүре берейік. Қойыңдар, отырыңдар. Қазір тамақ жасаймыз. Отыра бер. Болды. Жеңгемнің мантысын жемей қайтпаймын мен. Иә? Жанатбек аға, телефоныңыз қуады екен, ғаламтор істемей ме? Неге? Істейді ғой неге? Білмеймін. Дина жеңге телефоныңызды бересіз бе? Ма, ал. Жүгірме, ұят жоқ бар ғой. Жарайды, енді тиіспеңіз. Айдана, бар енді шай ғой, нан алып келсін Арман. Нан алып келдік қой біз. Нан алып келдіңдер ма? Иә. Ана Арман алдырды ма нанды да? Иә. Ай, мына бала бәлекен ай бар ғой. Жарайды, не болса да бала ғой. Енді туыстардың арасын, ағайындардың арасын былай суытпайын дегені шығар. Сөйткен ғой. Жеңеше, мен былай шетінен ақырын шұқылап жей берсем болады шығар. Сәкеңді күтейік, қазір кеп қалады ғой. Білесіңдер ғой, әйтпесе ол ренжиді мені күтпедіңдер деп. Жарайды. Күтсек. Ой, аға, жей беріңіз. Бағана әкем айтқан, мен сіз бастай беріңдер деген. Сөйтейікші, қарын ашып кет. Қоя тұрайықшы. Ол сендерге айта береді. Былай шыққан соң менің миымды жейді. Мені күтпедіңдер, мені сыйламайсың. Соңғы кезде мен мойындамай жүрсің деп бірдеңелерді айтады ше. Жарайды, анда күтейік, иә. Күтейік енді. Келді ғой деймін. Келді, сәкен келді. Бар, есікті ашшы, Айдын. Бар, аша қойшы. Бар, аш. Аш бар. Қарын ашып кетті, бұш. Есікті жауып қойыпсыңдар ғой. Ой, Жанатбектер келген ба? Иә, әке, сізді күтіп отырмыз. Жарайды. Жүріңіз тамақ ішеміз. Мырза ханымдар кепті ғой. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум салам. Қалыңыз қалай? Сәлем Ой, Динажан қалайсың? Бақытты бол, ұл тап. Естіп алған екенсіңдер ғой? Нені?
Ай, қашқыланда. Жығыл дейді ме? Не? Қайдан естідіңдер? Неме дейді? Не дейді? Шынымен естімедіңдер ме? Айтсайшы, айналайын-ау. Ештеңе естімедіңдер ме? Жоқ. Естімесе мыналар не алып келіп отыр? Енді келмей ме? Жоқ, енді ана жаңағыны естіп келді ме деп. Шынымен естімедіңдер ме? Не ол аға айтсаңшы? Айтшы, айналайын адамды жынды қылмай. Ой, қызым. Бүкіл Алматы білгенде сендер білмегендерің қызық болды. Жаңа таксилетіп кетіп бара жатпаймын ба? Сөйтіп едім, бір орыс келіншек тоқтатты. Ауыр аяқ екен. Соны айтқан мекен жайына бара жатыр едім, бір уақытта мазасыздана бастады. Тегі мазасызданып, осы сені дауыс шығып қиналып деге. Содан кейін ойбай, не болды? Ойбай, содан кейін толғағы келді. Ай, осыған үнемі сондайлар бар ғой, кездеседі де жүреді. Енді қызықсың ол. Содан не істеймін енді? Жедел жәрдеммен хабарластым да жаңағы перзентке қарай тарттым. Аха, содан. Ай, ол кішкене ауырған ғой, ондай болады. Ту апа қоя тұрмышы. Сосын? Сосын не бір уақыт айтты, аға тоқтаңыз, болды. Ойбайлады енді. Жан дауыс шықты анан. Не істеймін енді? Кептеліс қала білесіңдер. Не оңға не солға бұрыламай қалдым. Содан артқы орындықты ақырын ыңғайлап жатқыздым да өзімде былай ыңғайлап жатқызып шырылдады енді байқұс. Сіз не істедіңіз? Не істейсің? Қарап тұрмайсың ондайда. Босандырып алдым. Енді ондай нәрсемен қалжыңдайды ғой дейсің ба? Чекесі торшықтай сап-сары ұл тапты. Шын айтасыз ба? Ой, енді, оны ана кіндігін өзім кесіп білесің ғой, байлап, ана кішкентайды бауырына басып беріп едім. Бір уақытта жаңағы жедел жәрдем келіп тұр артынан. Шын айтасыз ба, аға? Ой, енді. Аға, Мен мынау сендерді естіп. нағыз ерлік екен, шын ерлік екен. Рахмет. Біздің әкеміз мықты! Браво! Содан, ана жедел жәрдемнің бе бір адамы телефонын жазбаған. Жаңа біреу хабарласады. Не дейді ол? Сағатбек ағасыз ба деп. Я, Сағатбек ағаң не болып қалды? Біз анау Қазақстан ұлттық телеарнасынанбыз дейді. Ертең бәрімізді, білесіңдер ме? Айтуға оңайға шақырып отыр. Айту оңайға. Біздің ағамыз жұлдыз болады екен ғой. Керемет. Соның құрметіне мына дастарханды ашып берші, бір орынды қалып келіп алады. Сөйтікші аға, қарын ашып кетті. Енді қандан ашса жей бермейсіңдер ме? Ашатын несі бар? Несін күтесіңдер? Ал, ашпасын. Кел, Дина жан. Алыңдар, Жанатбек. Біздің келесі кейіпкеріміз қалай мақтасаң да жарасатын нағыз азаматтың өзі. Неге дейсіздер ғой? Бұл өмірде дүниеге бала келгеннен артық бақыт жоқ шығар. Ал қазіргі дамыған заманда келіншектердің бәрі перзентханада босанады, сәбилердің кіндігін арнайы оқыған дәрігер мамандар кеседі. Бірақ кеше ғана Алматы қаласының кішкентай бір тұрғынының кіндігін кесу бақыты қарапайым көлік жүргізушісіне бұйырған екен. Аяқ астынан толғағы ұстап, перзентханаға жете алмай қалған келіншекті біздің кейіпкеріміз өзінің көлігінің ішінде аман есен босандырып алыпты. Мырзаханов Сағатбек дейтін жігіт бүгінгі хабарымызға арнайы шақырдық. Олай болса, қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көргөшіңіз. Осындай да жігіттер бар, бұл менің орным, иә. Осындай да жігіттер, осындай да азаматтар бар біздің елде. Қош келдіңіз. Бау берік болсын, кішкентайдың құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Біреуден үй алып жүрген жоқсыз ба? Мен бе? Иә. Жоқ. Қара көзілдірікті жайша киіп алдыңыз ба деген ғой? Елдің бетіне қараймай жүрген жоқсыз ба деген ғой? Мұнан ұмытып кеттім. Иә. Қалай болды? Қалай болғанда көліктің ішінде болды. Танитын келіншек пе еді? Босанған? Жоқ, тания ғой. Орыс келіншек. Иә. Орыс келіншек бірінші көруім. Иә. Өзіңіз босандырып алдыңыз. Бұлай қорққан жоқсыз ба? Жоқ, несіне қорқам? Менде кішкене тәжірибем бар. Тәжірибе бар дейсіз ба? Бар. Оңысына менен басқа ешкім жоқ, енді жедел көмектесу керек. Енді айналаңызда ел бар, жұрт бар дегендей. Жоқ, өзім
медицинаны бітірмесем де былай әкемнен қалған бәкі қалтамда. Иә. Кіндігін өзіңіз кестіңіз бе? Енді менен басқа ешкім жоқ қой, кім кеседі? Кіндігін өзім кесіп, кіндігін өзім байлап, бәрі сәтті болды. Сол кезде жаңағы жедел жәрдемде жетіп келді. Ұл ма, қыз ба? Ұл. Келіншек қиналған жоқ па? Ой, қиналды, Таня қатты қиналды. Бірақ енді шыда, Таня, шыда деп енді. Шыдайды ғой енді, амал жоқ қой. Сіз жаңа тәжірибем бар деп айтып қалдыңыз, көрермендер білмейді, айтап отырайық. Осыдан 4 жыл бұрын тура осындай жағдай болып, сіз өз көлігіңізде тағы бір келіншекті босандырып алғансыз. Иә. Солай ғой, иә? Иә, ондай жағдай болған. Иә. Иә, Таня екіншісі. Мынау тура 4 жыл бұрын деп айттыңыз, сол кездегі келіншекті біз іздедік. Өзіңіз одан бері көрмепсіз ғой? Жоқ, көрмедім. Сол келіншекті іздеп таптық, осы Алматы қаласында тұрады екен. 4 жасар сол кездегі ұл бала да бүгінде кәдімгідей құлдыраңдап ойнап жүрген жігіт болып қапты. Жоқ, бұл емес, бұл емес, бұл емес. Мында отыр. Қапанова қымбат дейтін келіншек міне. Ұлымен келіп отыр. Сол батыр ғой бұл, Иә, сол кезде дүниеге келген. Аты кім? Аты Жолдыбай. Жолда туылғаннан кейін атасы мен апасы жолы болсын деп бір жағынан ырымдап, ырымшыл қазақпыз ғой, Жолдыбай қойды. Иә, үлкен азамат болсын. Сәкеңді таныдыңыз ғой өзіңіз? Иә, саламатсыз ба? Таныдым ғой, әрине, қалай ұмытуға болады. Жолдыбай, мына ағаны танисың ба? Танымайсың ба? Сенің кіндік әкең ғой, барып сәлем бере ғой. Сәлем бере ғой. Бала кіндік шешесіне тартады дейді ғой. Кіндік әкесіне де тартқан сияқты, ұқсап тұрған сияқты. Мінезі ашық. Сондай қалай батыр, қалай? Әне, сіз секілді. Ой, үлкен жігіт бол. Таныдың ба, мына кісіні таныдың ба? Есімде жоқ десейші, есімде жоқ. Отыра ғой, айналайын. Отыра ғой. Қымбат қой ол, сабырлы, ол кезде шыдамды болды. Бір қызығын айтайын. Кеше Таня босанды, сол орындықта қымбат та босанған, артқы орындықта. Екеуі бір орындықта бір жерде. Бұған ердің ғана жүрегі шыдайтын шығар деймін. Мына әшейінде мықты жігіттер бар ғой. Бірақ онау кезінде бір сәнге айналды осы 2000 жылдардың басында тәуелсіздік алған жылдары жаңа келіншектер босанған кезде еркектер бірге баратын. Сол кезде еркектердің талай естідік, осы журналистпіз ғой. Талай еркектер шыдамай сол жерде тұрған, басқалар босандырып жатыр ғой. Тұрған жерінде құлайды екен, немесе қашып шығып кетеді екен. Ол қиын ол. Мен сіздің сол көлік тастамай қалай қашып кетпегеніңізге таң болып тұрмын міне. Ол мен ғой енді айттым ғой, тәжірибем бар ол. Менің көлігім кішігірім перзентхана десеңізші. Иә, перзентхана десек болады. Келіншегіңізді деп өзіңіз босандырып алдыңыз ба? Жоқ, келіншегім мына үлкен қызды өзің төркінде босанып келді. Иә. Кена олды онда төркінде босанып келді. Неге? Сол көздерде өз төркінде болған. Ана қыдырып барып, уақыт сол кезде болып, кейін бірақ жақсы бәрі. Сіздің келіншегіңізді де бүгінгі хабарымызға арнайы шақырдық. Батырдың әйелін де бүкіл ел тану керек. Күләнда ханым. Күләнда ғой есіміңіз? Иә. Мырзаханова Күләнда Сағатбек әйелі. Ой, кешіріңіздер, толқып тұрғандікі ғой. Мырзаханова Күләнда Сәндібек қызы. Жақсы. Жалпы сәкең үйде, күнделікті өмірде қандай адам? Енді сәкең негізі ақ көңіл кісі ғой. Ешкім көріспайды. Одан кейін анау айтып атады ғой қазақта. Жаңағы көмейін ашса, ар жағында жүрегі көрінеді дейді. Сондай екені көрініп тұр. Енді мен тағы бірдеңе қосып жіберейін деп едім, бірер ауыз сөз. Мына сәкең екеуміздің бір ұл, бір қызымыз бар. Мында отыр, мына Айдана. Тұра қойға. Айдана деген. Үлкен қызымыз. Бой жетіп қалыпты ғой. Иә, студент. Одан кейін мынау Арман деген ұлымыз. Арман. Түсінген мына жерде сәкеңнің туған інісі отыр, Жанатбек деген. Жанатбек. Қайным ғой мен. Ана, Дина келінді. Иә. Әртіс Жанатбекке ұқсайды екен өзі. Дина тұрсайшы, абысыным. Абысыным, жолдасы.
Әртіс емес па ол? Жоқ, әртіс емес. Павлодардан келдім. Иә. Павлодардан. Иә. Сонан кейін осы бағдарламаны пайдаланып, мына бүкіл туған туыс, дос жаран, құдағиларға сәлем айтқым келіп тұр. Айтыңыз. Құрметті туған туыс, дос жаран, құдағилар, сіздерге жалынды сәлем жолдаймыз. Және де осы айтуға оңай бағдарламасына да рахмет айтамыз. Сізге Бейсен аға, үлкен рахмет. Қайта біз сіздерге рахмет айтуымыз керек. Сіздің мынандай мықты батыр азаматыңызға рахмет айтуымыз керек. Біз осындай елге көмегі тиіп жүрген, пайдасы тиіп жүрген, қарапайым күнделікті тірлікте ерлік жасап жүрген азаматтарды көптеп көрсетеміз. Бірақ бізге айта кету керек. Сәкеңнің өзі шыққан жоқ. Бізге кешегі босанған келіншек Таняның күйеуі хабарласып, осындай жағдай болды. Ана босандырып алған жігітті студияларыңызға шақырсаңыздар, мен елдің алдында алғысымды білдірсем, рахметімді айтсам деп хабарласты. Содан кейін Сәкеңді отбасымен бүгінгі хабарға шақырған едік. Рахмет, келгендеріңізге рахмет. Олай болса кешегі нәрестенің әкесі Райкин Виталий Александровны қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Уалейкум ассалам. Кел, төрлет ағай. Виталий бауырым, кеше әке атандың, бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, сол кезде көмегін көрсетіп, келіншегіңді аман есен босандырып алған Сағатбек дейтін ағаң осы кісі сен хабарласқан соң шақырып тауып алдық міне. Сағатбек аға, сізге үлкен рахмет. Сіздің отбасыңызға зор денсаулық, бақыт, қуаныш тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Виталий, ұлының аты кім деп қойдың? Ана келіншек, қымбат дейтін келіншек, ұлының атын көлікте туғаннан кейін, жолда туған соң Жолдыбай деп қойып, сен Жолдыбай деп қоймаған шығарсың? Әрине, Жолдыбай деп қоймадым, Сағатбек деп қойдым. Әй, жарайсың. Осы Сағатбек ағасы секілді айналасына шуақ шашып, ел жұртқа көмегін көрсетіп жүретін мықты азамат болсын. Иә, бауы берік болсын. Виталий бауырымыздың өз баласының атын Сағатбек деп қойып жатқаны, бұл біздегі ұлттар өкілдерінің татулығы, біздің бірлігіміздің көрсеткіші деп білеміз. Сәке, кішкене әңгімемізді жалғастырсақ? Иә. Сіз өзіңіз сонда такси айдайсыз ба? Жоқ, мен курьермін. Курьер шығар? Иә. Жаңағы құжаттар тасымалдаймын анау мекемелерге. Иә. Енді ол түске дейін мен апаратын жерде табыстайтын, табыстап тастаймын да, түстен кейін енді үйге барып жатпаймын ғой. Кішкене бала-шағаның қамы таксилетіп дегенде енді. Дұрыс, енді бала-шағаның қамы асырау керек. Қыз бой жетіп келе жатыр. Ол ер жетіп қалды. Өзіңіз Алматыда тұрасыз ғой? Иә, Алматыда тұрамыз. Біраз жыл болды, көшіп келдік, иә. Ауылдан келдіңіздер ме? Ауылдан келдік. Ауылдан келгеннің өз әңгімесі бір деуші еді, баспана жағы қалай? Иә, сол жаңағы таксилетеміз. Жекеменшік үйіңіз бар ма? Иә, біраз жыл болды, иә. Қаладамыз. Қалада екеніңізді айттыңыз ғой, үйіңіз бар ма, әлде жоқ па? Үй бар. Бар. 3 бөлмелі пәтеріміз бар. Дұрыс, жақсы. Сол шаңырақтарыңыз шаттыққа толсын дейміз. Рахмет. Мынау балалар үлкен азамат болып, қызығын көріп жүре беріңіз, ата болыңыз. Иә, мынау сізге рахмет айтамыз, алғысын білдіреміз деп Алматы қаласының денсаулық сақтау департаментінің өкілі келіп отыр, Мұсанов Руслан мырза. Сізге сөз кезегін береміз. Сағатбек мырзаға әрине айтатын алғысымыз шексіз. Әркімнің қолынан келе бермейтін ерлікті жасаған екенсіз. Бір емес, 2 рет кіндік әке атағына ие болып отырсыз. Бұдан бір 4 жыл бұрын болған жағдайды қазір естіп отырмыз.
Бірақ дегенмен сіздің еңбегіңізді бағалап Алматы қаласы денсаулық сақтау департаментінің атынан 300 000 теңге сыйақысыны өзіңізге табыстауға рұқсат етіңіз. О, бәрекелді. Жақсылықтың қайтарымы бар деген осы. Сәке, өзіңізге берсін бе, ақшаны жоқ бірден келінге берсін бе? Со ана кісіге бәрі сол кісі, мен де сол кісіге берем ғой бәрібір, Жақсылық жасасаң да қайтады, жамандық жасасаң да қайтады. Бұл өмір заңдылығы. Болашақта да сіз өстіп айналаңызға жақсылығыңызды жасап, қол ұшын беріп жүре берсеңіз, өмірде бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біз бүгін азаматтығы мен адами қасиеттері биік жандар туралы әңгімеледік. Олардың күнделікті қарапайым тірлікте жасаған ерліктері туралы айттық. Қолымыздан келсе, біз де осындай жақсылықтар жасап жүрейік. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар. Әке, ана жерде үндемей қалдыңыз ғой. Сізді бірден айтамайым, сұраққа жауап бермей, үндемей, деп. Саған айтуға оңай ол. Ол бүкіл камераны адам бәрі тесіліп қарап тұрғанда, не айтарын білмей қаласың. Қайта мен сасқалақтамадым ма? Ана жерде Арман басымай қалыпты. Қай жерде? Топырламай кірсеңдерші. Тура бір жекеменшік үйі бардай. Мына гүлді суға салып қойайын ба? Енді суға саласың ба, егесің бе, өзің білесің бе, саған бердік қой. Құтты болсын. Ана Бейсен деген ақ көңіл, жақсы жігіт екен. Өзімізді айту оңай жақсы көрсетік ұлттық арнадан. Өзіміз сол бағдарламадан бірақ шықтық. Сағатбек, сен неге осындайсың, Мен сондаймын. Жоқ, сен неге осындайсың, саған нақты керек сұрақты қойды ғой. Неге үйім бар деп өтірік алдайсың? Күланда, сонда мен не деуім керек? Сен білесің бе, ол Қазақстан ұлттық телеарнасын бүкіл ел жұрт, бүкіл ауыл аймақ, қала дала барлығы көреді. Сонда мен үйім жоқ, пәтерден пәтерге көшіп жүрмін деп айтуым керекпін ба? Сенің бар ғой, болмайтын жерде бар ғой, намысың ұстап қалады ғой. Мен сен намысыңды бар, түсінбеймін сенің намысыңды. Сен үйім жоқ деп айтуға намыстанасың, Ал бала шағаңмен пәтерден пәтерге қаңғып көшіп жүруге сен намыстанбайсың, сонда? Күланда! Мына апа, керек нәрселердің бәрін бетіне шағып қойдым. Мына жердің суреттері көресіз? Мына жерден басам, бетіне? Басасыз. Мына жерде WhatsApp-ы. Мына жерден қоңырау шала бересіз. Басып, бетін сипасаңыз болды ғой. Қалай қайтып келем? Мынаны бассаңыз. Ой, әкем қоймайды енді. Біздің әкеміз жұлдыз. Чай қойсаңдаршы. Қойдық қой, қазір қайнайды. Жаңағы жерде бар ғой, Жанатбек ағам орнынан тұрып, өз-өзін көрсетіп, Дина жеңгем ұялып. Жанатбекті әртіс қой ол. Әртіс ол. Бірақ әкем ана үйіміз бар дегенде бір түрлі оқылын. Айтуға ол оңай сендерге. Ол енді ал бізде үй жоқ деп тұрам. Сонда өкімет үй береді ғой дейсіңдер ме біздерге? Қызықсыңдар сендерге. Әрбірден кейін өкімет бізге қарыз емес. Біз қарыз болмасақ. Айтуға оңай ол сендерге. Ал Күланда жаңа телефоның құтты болсын. Рахмет. Ал жаңа телефонмен бір естелікке суретке түспейміз ба? Сен түсіріп. Селфи еттік. Әдемілеп бір күлеміз қызым. Қалайлар тамсанған арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген қаладың